жақсы сөз бар, иә? Ендеше бойларындағы жақсы қасиеттерді бір-бірлеріне апаршыңдаршы. Шеңбер, Манас келе отыр жақында. Осы уақытқа дейін қандай бойларындағы жақсы қасиеттерді байқадыңдар? Шұғыла, бірінші топтікі Жібек, екінші топтікі Нұрай, және үшінші топ басшысы бізде. Үшінші топтың басшысы Шұғыла. Іскесі, бірінші топ ортаға келеміз. Генетиканың пайда болу тақырыпшасы бойынша. Айзандар, Шұғыла сен жақсы мейірімді адал адам. 1922 жылы Чиншаса шағын станада дүниеге келдім. Менің биологияға деген қызығушылығым өте жақсы болды. Мен Намазин, Мендердің анасы. Мендер негізі кішкентайынан биологияға деген қызығушылығы өте зор болды. Ол алғашқы білімін кішкентай ауылында, шағын ауылында алды. Және де кейінірек Чехословакия қаласындағы Августин монастыры тәжірибе жасайды. Міне осы өзіміздермен тәжірибе барысында ол дәл асбұршақты қолданады. Мен де асбұршақты кездейсоқ қолданған жоқ, оған қазір толығырақ тоқталамыз. Және де мендерге дейін көптеген ғалымдар бұдан аталық жұмысты біз найза белгісімен белгілейміз, ал аналық жұмысты қол айнасымен белгілейміз. X жазабы атап белгіні. Жоқ, ол тақтаны дұрыс пайдаланамыз, иә? Мына жерге қатар-қатар бір бағын жазылады. X бұл бағындыру немесе шағындыру белгісі болып табылады. F1 мысалға жаңа бірінші тұқымның түсі деп тұрды ғой, оны беттеріне жазып қойғанда жоқ, жетті нақты дұрыс жеті белгіні таңдап болды. Шүрелер жетегіміз генотип. Доминантты белгіні біз үлкен А белгілейміз, ал рецессивті белгіні кішкентай А белгілейміз. Осы жерде толықтырып жазатын дүниелерің бар ма тағы да осы генетикалық таңбалардан? Не жазылмай қалды айтылған дүниеде? Генотип бар? Генотипті біз G-атын белгілейміз. Яғни егер дұрыс жазатын болса, мына ненің белгісі екен балалар? Ненің белгісі? Генетикалық есеп шығарғанда біз осы генетикалық таңбаларды қолданамыз. Сонда П дегеніміз не екен ол? Ата-аналар, парента, будандастырудың белгісі. Одан соң жаңа жақсы салып келді ол қайда? Осы дүниені теміне сал жесек, жақсы болып кетереді, яғни аналықтың белгісі, енді аталықтың белгісі жазалымыз. Көрсеттіңде жазылмайды. Бұл ненің белгісі? Найзаның белгісі. Марс. Ненің белгісі? Айнаның белгісі. Тамаша, келесі. Бірінші топтың түсіндіру бойынша қаншалықты өздері түсіндіре алды? Түсіндіре отырып, және сендер қаншалықты түсініңдер? Жауап береміз. Бастаймыз. Старт. Болсаңдар, болдық деп айта алайындар. Тұжырымдамаларды сол жерге жабыстырасыңдар, сонда сендерде мынандай картина шығып керек, міне, мынандай картинка шығады. Санаңдарда тез балдарын жазып жіберіңдер. Мен аттарын жазам, тұсына жазыңдар балдарыңды.